Сәлем оқырман. Сезім бағатын өзгертіп, бұрынғы редакторларын қуып жіберген сияқты ғой. Құндыз, Шахкерім, Али жобадан кеткен болатын. Нақты неден кеткен ешкім эфирде айтқан жоқ. Неге олай, қалай ойлайсыздар? Шахкерім болса Инстаграм желісіне видео жүктеп, жазуларын қалдырды. Маған сезім bağı туралы көп сұрақ келіп жатыр екен. Іздеп жатқан сүйікті көрерменіме рахмет. Қазір жұмыстан шығармашылық үзіліс алдым. Эфир сыртында да, ішінде де емеспін. Эфирдегі процестерге әсіна ете алмағандықтан, эфирге байланысты сұрақтарға жауап бере алмаймын. Әріптестеріме бәрін сеніммен тапсырдым. Камила тікелей эфирдегі бірнеше жылдық бағдарлама жүргізу тәжірибесі бар білікті жүргізуші. Редакцияда біреуінен басқа бәрі мықты негізі, сондықтан 8 маусымдық тарихы бар жобаны абыроймен жалғастыратынына күмәнім жоқ. Қатты сағынып кетсеңіздер, парақшаға кіріп тұрыңдар, деді Шахкерім. Біреуінен басқа бәрі мықты негізі деген адам Елжас деген редактор болуы керек. Себебі пікірлер арасында көп қаланым бар. Бір-бірлеріне тіркелмеген және Құндыз тікелей эфирде елдің жасы деп тиіскені бар екен. Орталарында не болды? Енді түсініксіз. Шахкерімнің өзін жобадан шығарса енді білмеймін. Көрерменнің пікірін оқып көрсек. Халық алдында отырған соң айту керек деп айтатын еді жүргізушілер. Айдында не болдыргенін айтпай шықты. Әли де сторис жариялап, өз емес, біреу шығарып жібергендей айтты. Міне Шах мырза да кетті. Шах мырзасыз. Жоба қызықсыз. Иә, мен де осылай түсіндім. Құндыз уақыт бәрін көрсетеді, үнсіздікті таңдаймын деген сөздермен әңгіме жариялады. Әлиба Камиланың күйеуі ешкімге жала жаппайық атты жауап сторизі салды. Бір-бірін Инстаграм желісінен өшіргенін байқадық. Бүгін Камила Дикоға шабуыл жасады. Бәлкім, ол Құндызбен жақсы қарым-қатынаста болғандықтан, дейді оқырмандар. Ал сіз қалай ойлайсыз?